Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh taolo barchamizning niyatimizni, ixlosimizni, duomizni Alloh qabul etki. Alloh taolo екі дүниенің бақытынан айырмасын. Енді бүгінгі жұманың айтылатын уағызы ауыр кінәлардың ішіндегі сол өз-өзіне қол жұмсау, суицид жайында. Себебі осы мәселе қазіргі өзекті бір қиын мәселе болып тұр, яғни адамдардың арасында. Сондайға барып ататын адамдарды көріп атамыз, естіп атамыз. Сол не үшін болады, неге болады, және біздің ислам дініміз ол жайында не айтады, соны баяндап көрейік. Аллах Тағала, яғни адам баласына бізге бір-ақ рет өмір береді, осы неде өмір сүруге қол болып Алланың. Және Аллах Тағала бізге берген мана жан, дене, Алланың берген бізге аманаты. Біздің мана қолымыз, көзіміз, басқа жерлі денелеріміз, мүшелеріміз, ол Аллах Тағаланың берген бізге аманаты. Оған біздер қиынды жасауға, қорлауға ешбір неміз жоқ, құқымыз жоқ. Егер оны жасайтын болсақ не болады? Оның несін, азабын, сазайын тартуға тура келеді. Аллах Тағала мына Құранның аятында айтып жатыр, асабилlah: "Уала тақналу анфусакум инналлаха кана бикум рахима" дейді. Өз-өздеріңді өлтірмеңдер, өз-өздеріңе яғни қол жұмсамаңдар. Арасында Алла сендерге ерекше мейірімді, рахымды дейді. Аллах Тағала бізді, пендені, яғни сүйіп жаратты. Өзінің сүйіп жаратқан пендесін есеге өлімге қиюды қаламайды. Бірақ адам балдары дүниелік бір проблемамен, дүниеде келген мана қиыншылықтарға шыдай алмай, шешетін жол таба алмағасын соған барып жатады. Ол манағы соны шештім деп ойлап, шайтан әлейхилағынан несіне азығуына кетіп жататын адамдар бар екенін көріп жатық, сол емес пе? Сондықтан Аллах Тағала адам баласына қол жұмсауды не істеді? Харам етті. Оны жасаған адам, не харам жасаған адам не болады? Алланың жазасына тап болады ғой енді. Оны не істеу үшін. Сондықтан Аллах Тағала оны біздерге харам етті, яғни. Пайғамбарымыздың бір хадисінде айтады: "Мән қатала нафсаху бишайин уззиба бихи фи нари джаханнам" дейді, яғни кімде-кім қандай нәрсемен өз-өзіне қол жұмса өлтірсе, тозақ отында ол сол нәрсемен азапталады дейді, яғни. Мысалға бір адамдар дүниелік бір қарызға батып кетуі мүмкін. Солай емес пе? Или ауруға душар болуы мүмкін. Немесе жұмыс таба алмай, қиналып қалуы мүмкін. Сол сынаққа шыдай алмай, ол манағы өз-өзіне қол жұмсаудың жолын шешім деп ойлап жасайды. Сол кезде Аллах Тағала және Пайғамбар осы хадисті айтып келді, мүжемлеген хадисті. Яғни Пайғамбар айтады: кімде-кім қандай нәрсемен өз-өзін өлтірсе, тозақ отында сол нәрсемен азапталады дейді, яғни. Ол деген нәрсе, яғни азапталады деген нәрсе, ол тозақтың отында мәңгі қалады деген нәрсе емес. Мұсылман болған адам, мұсылман болса мысалға, ол сол азапталуымен кешіріледі. Бірақ шариғатымызда манағы ол кешіріледі деген деп, ол болады деген нәрсе емес, өлтіре бер деген нәрсе емес. Білеміз ғой шариғатта, өз-өзін өлтірген адамға имам семейді бармайды намазға. Неге бармайды? Себебі манағы нәрсе істегенде ол шариғат құптанбағасын, Аллах Тағала разы болмаған амал болмағасын имам бармайды, бірақ басқалар шығарады деген. Жай мұсылмандар, молдалар барып, соның намазын шығарады. Алладан кешірім сұрайды. Алла мейірімді, кешірімді. Сондықтан ол адам манағыдай өз-өзін өлтірді екен, ол деген тозақтың мәңгі қалады деген, кәфір болды деген мағына емес. Бірақ кінәһар, кінәсін манағы отпен шаяды. Мысалға кезекті бұндағы пайдалану болмайды ғой, нәжіс қой. Бірақ оны отқа күйдірсең, оның күлін пайдалану ұқсат. Сол сияқты. Адам отпен азапталып қалып, не істейді? Алланың кешіріміне ие болады екен.
Сондықтан адам баласы Ибн Хаджар Асқалани осы хадиске байланысты адамның өзіне жасаған қылмысы дейді басқа адамға жасалған қылмысындай болып есептеледі. Адам өз-өзін мысалы өлтіретін болса, ол басқа адамды өлтіргендей дейді. Ол мысалға ол дүниеде проблема шешкен жоқ қой. Ол әке шешесін мысалы зарлатты, сол емес па, бауырларын зарлатты, өзін күнәға батырды, мұсылмандарға тіл тигізді. Сөйтіп ол мана қырын қарызын тастап, ол манағы нені не істеймін деп дарға асылуы мүмкін, или өз-өзін лақтыруы мүмкін, әртүрлі вариант көп қой. Сөйтеді ол шайтанның алейхилананың азғыруына еріп кетеді. Құранның аятында да Аллах Тағала «Әләм ахад илейкум я бани Адам әллә та'буду шайтан, иннаху лакум адуввун мубин» дейді. Мен сендерге айтқан жоқпын ба? Анық ашық сендердің дұшпандарың шайтан екендігін алейхилана. Сонда да тоқтамайсыңдар ма дейді. Яғни шайтан алейхилана біздерге дос емес. Ол біздерге адуввун, дұшпан. Сондықтан ол бізге дос бола алмайды. Сондықтан осы берген өмір біздерге ол Алланың берген аманаты. Аманатқа қиянат жасаушы сұралады, яғни. Оны сұраусыз қалады деп ойламасын дейді. Сондықтан өмірде мәнсіз босқа жібермеңдер деп тұр, яғни. Күн-түн ұйқымен, жалған күлкімен деген сияқты. Жақсы бәрде, бірақ енді манағыда енді норнатысы ұйықтайды, әбеткені ұйықтайын да бар. Күлуді не қылып алған, өзіне ұран қылып алған да бар. Оның бәрі жалған дүниенің қызығы дейді, яғни. Ол сендерді алдамасын деп, яғни. Мынадай бір оқиға болды. Оқиға болғанда мына Атырауда бір жігіт көмек керек деді. Көмек керек дегесін барғанда мына жігіт дарға асылып қалған екен. Дарға асылып қалғанда мына мойнында мынадай жерінде мынадай із тұр, мынадай бетін. Дарға асылғанның із тұр. Өзі енді адамның түрі шаршап кеткен көрініп тұр. Енді айттым, сен дарға асылуға не итермеледі деп. Менің әйелім дейді, басқа бір еркекке кетіп қалды дейді. Мен ашуландым дейді. Ашуланды, Аллаға тілегізді, тілді тегізді ғой. Түрін айтты ғой, ашуымен бәрін айтты ғой адам болғасын. Сөйтіп жүргенде түннің ортасында есік қақ дейді. Ашып қалсам, түнгі 1 ма 2 ма білмеймін, досым келіп тұр екен дейді. Досым келіп тұрып, манағы бір күшті костюм алып келдім саған деп. Сыйлық, ондай костюм деген дүниеде жоқ дейді. Ешкім кимейтін костюм. Ана костюмды айта алмаймын дейді қандай екен. Сөйтті костюм кигіз дейді. Екеуміз әңгіме айтып қалдық дейді. Бір кезден кейін бір галстук берді дейді. Галстук. Ол галстук деген алтыннан да, бриллиантты да бір қымбат бір шалтылап тұрған дейді. Андай мен галстукты көрген жоқпын дейді. Сөйттім де бір әкемнің айтқан есіме түсіп кетті дейді. Бисмилля деп таған іші деп. Бисмилля салып қалсам дейді, жайық жағасында тұрбаның үстінде дарға асылып тұрген дейді. Сол кезде ес түскенде қатты дірілдеп кеткенде ана қыс жіберген ғой. Қыс жібергенде қатты тартып айтыр, үзіп қалған аман. Сол сияқты адам баласы мысалға қол жұмсағанда да біздерге шайтан әлгілерде көмек береді. Сен өлуге аман қалу үшін өлуге көмек береді. Сөйтіп өзің мана қалай өлгенді білмей қаласың. Мана ашу дұшпан деген қазақта сөз бар ғой. Ашу келді, ақыл қашты дейді, яғни. Сосын шайтан келді дейді. Сондықтан манағы бір ашуға берілетін болсақ, көп нәрседен құр қаламыз екен. Соны жалпы арасында әңгімесін айтып қалмын ғой. Келесі аятта Аллах Тағала айтып жатыр: "Уалақад каррамна бани Адам" дейді. Біз адам баласын ардақты еттік, ардақты етіп жаратты дейді. Адам баласы ол асыл, құны жоғары. Аллах Тағала біз солай жаратты. Ал оны біздер төмен түсіреміз. Немен? Кінәмен, өтірік айтумен, қандай бар? Жалғанмен, құрғанмен адам баласы өзінің несін, дәрежесін төмен түсіреді, яғни. Дәрежесі төмен түскен адам не істейді? Кінә батады ғой. Кінә батқаннан кейін ол манағы шығатын жол іздейді. Сол кезде шайтан алейхилана келіп, мен тауып беремін дейді. Шығатын жолды мен тауып беремін дейді. Енді кейбіреуінде ойлау мүмкін.
бұл қандай бір ертек айтып отыр деп. Ол ертек емес, шайтан шынында да бар. Ол қияметке дейін Аллах Тағаладан не алды? Рұқсатын алды. Бәріміз білеміз оқыған Құранда. Сондықтан адам баласы мен мұсылман болдым, намаз оқыдым, сыналмаймын деген нәрсені ұмытсын дейді яғни. Сыналмайды тек қана манағы шайтанның артында әскерлері ғой. Фирғауын деген сияқты яғни. Олар сыналмайды. Оларға ақырет керек емес, оларға дүние керек. Ал мұсылман адам жоқшылықпен, баршылықпен, аурумен бәрімен сыналады. Сол кезде сынып қалма дейді шариғатта. Мен намаз оқып жүрмін, вроде бәрі күшті сияқты. Маған неге ауру кетті деген әңгіме өзі сені адастырады. Мен не намазымды оқып жүрмін ғой. Коронавируспен ауырмаймын деген әңгіме шықты ғой. Сосын бәрі қырылды. Мен дәрет аламын бес уақыт. Ондай болмайды. Ауру ол не? Аллах Тағала ойлау үшін. Бізде мысалы өзіңнен бір не кетіп жатыр ма? Қиындықтар, кінәлар. Сізді ауру берді ме, Аллах Тағала тазалап жатыр. Кезінде сахабалар ауру келгенде қуанатын еді. Қазіргі кезде ауру келгенде біз не істейміз? Не істейміз? Қуанамыз ба? Керісінше жылаймыз. Ауырып жатырмын, маған дұға етші, анаған айт. Өлейін деп жатырмын, демала алмай жатырмын, деп елдің бәрін жалсарамыз. Олар өзі ол келгенде істейді, Аллаға керекпін деп қуанады. Біз керісінше не бұлай қазір уақытта не болып кетті, сондай мода болып кетті ме, ауру келсе құлаймызды бірден болып кеттік қой. Аллах жәрдем берсін. Келесі мынаны айтайық. Мынадай бір неде бар. Сахабалардың ішінде Әмір бин Ас деген кісі болған, радиаллаху анху. Ол кісі жорыққа шығады. Жорыққа шыққанда суық күнге тауып барды. Суық күндер болады ғой, бір күздің қатты бір. Сол кезде сол соғықты жорықтар жүргенде бір кенеттен бұл не болып қалады? Жүніп болып қалады. Жүніп болып қалады да, ертесі күні намаз оқу керек, жамағатқа имам болу керек. Таяммум соғады да, ол не жамағатпен намаз оқиды. Дәрет алмайды. Сол нәрсені сахабалар біледі де, әмірдің манағы істеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Мынау деген қосыл құйынбай, дәрет алмай бізге имам болды деп. Мынау істеп жүрген мынадай дейді. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шақырды, сен әмір, не істерсің сен? Сен деген ғұсыл құймапсың, дәрет алмапсың ғой, имам болдың ба дейді. Имам болдым дейді. Дейді де, Аллахың елшісі, мен сізге бір аятты айтайын дейді. Ол аятта Аллах Тағала айтты: "Уала тақтару анфусакум инналлаха кана бикум рахима" деп айтады. Сендер өз-өздеріңнің несімен қол сұғып өлтірмеңдер. Арасында Алла сендерге ерекше мейірімді, рахымды деп айтты. Ал мен суықтан қорқып, өліп қалам ба деп қосылып ұйынған жоқпын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күл жібітте ештеңе деп айтқан жоқ дейді яғни. Burada яғни адам баласы Аллах Тағала өз-өзін өлтіруге не істеп тұр? Харам етіп тұр. Қимайды Аллах Тағала. Сондықтан сол неге аятқа не істеді, ол жүгіндім де, ол соны істеген жоқпын деп тұр ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи соған не істеп тұр? Қуанып тұр ғой. Сол жасаған Алланың аятына мойынсұнғанда. Сондықтан бір нәрсе бізге зиян келтіретін болса, өмірімізге оны жасама дейді шариғатта яғни. Алла негізінде бұл айтқан, біздегі айтса төйлесеміз ғой. Сен деген маны ғұсылсыз ауыз билля деп кәпір қылып жіберуі мүмкін тәжірибені. Ол мынада бірақ сабырлы, көрдіңдер ме? Қалай шешіп жатыр, қалай тыңдап жатыр. Соны тыңдап өтуінде бір несі пайдасы бар екен яғни. Сондықтан адам баласы өз-өзіне қол жұмсау жазасы өте ауыр. Оның несі бар? Өтілімі бар. Құранның аятында айтып жатыр, "Сумма латасулунна йаума идин анин наим" деген аятта айтып тұр. Ол күні деген нәрсе қияметтің күні берілген нығметтерден міндетті түрде сұраққа тартыласыңдар деп тұр яғни. Аллах Тағала біздерге көп нығмет берді яғни. Бір адам айтуы мүмкін, мен ырыздық жоқ, менде ақша жоқ, дүние жоқ деп айтуы мүмкін. Бірақ ода не бар? Бала шаға бар, үй бар.
дос бар, ағайын тума туыс бар, денсаулық бар, жүресің. Ол бәрі үлкен рыздық тұрған. Қазіргі кезде қалай рыздықты ақшамен есептейді. Тек ақша рыздық. Жұмыс жоқ болса бітті, өлейін деп жатады. Сондай бір мынадай оқиға, мына Жұлдыз деген жерде бір мұсылман семья керісіп қалды. Күйеуі жұмыс істемейді. Сосын шақыртып бардым. Барғанда манағы жігіт үйде, күйеуі кәп сақал бар жігіт, намаз оқиды. Қолына арқан алып ұстап алған. Мен дарғасы өлемін. Ақша жоқ. 3 ай болды, жұмыс жоқ. Қарыз көп. Миллион бірдеңе қарызы бар. Мен оның өлемін. Ана баняға барған, анда үлестірген несі бар ғой, бетіп тұрған, салап тұрған. Соның үстіне арқан тартып қойып қарап тұрмын былай. Ішіне қарап менде. Ал айтады маған, имам соң көмектесші деп тоқтатшашы деді. Мама, енесі ме, мамасы мен келіні, әйелі ғой енді. Екеуі шауып жүр. Тоқтатшашы, мен қарап тұрмын. Сосын екеуі әйелі бақырып тұрмын. Былай тұршы дедім, былай. Қазір сөйлесейін дедім. Сосын қарап тұрмын, ана үздердің бірдеңе сияқты әлсіз екен. Сосын дарғасыла бер дедім, жалғастыра бер дедім дарғастыра. Дарғасыла бер дедім. Өле бер дедім. Сенің адаң жылайды, әйелің қалады, қарызды екеуі төлейді. Зато сен құтыласың. Тозақтың өртенесің көп болса. Сен Аллаға иман келтірдім, намаз оқысың, оқимын. Мен мешітке барасың, барам, ана Жұлдыздың мешітіне барам деп қойды. Оғызға сенсем, ансанда оғызға барам деп қойды. Жақын дейді Жұлдыздың мешіті маған. Үй жақын екен, шында да. 10 миллион тұрады үй. Дарғасын деді, соны не істеймін. Өле бер. Сені ешкім тоқтатпайды, мен мысалы тоқтатпаймын, мысалы әлім келмейді. Жас жігіт, сен төлешетін жағдайым 90-шы жыл өтті сондай. Мен 75-ші жылым. Мен деген сен төлешейін деп келген жоқпын, дарғасында өле қал дедім. Соны мен тұрып та айтты, дарғасында ақ қойыңызшы дейді. Алейкумассалам. Соны мен дарғасылған жоқ. Оны көтен қайда дарғасадым, қалай шыққандай. Просто қорқыту ғой, внимание естеу. Сондықтан мұсылман адам ондай бір жаман әрекет жасамайды. Дарғасылам, өлем деген нәрсенің барлығы шайтанның бір жаман сөздерінен. Сіз мұсылмансыз, Аллаға иман келтіргенсіз. Сізге келген сынақ сізді сындыру үшін беріп жатқан жоқ. Сізді шыңдау үшін беріп жатыр. Сіз қарызға батып кетсеңіз де, Алла сізді құртпайды. Алла сізге басқа жағынан көп рызық береді. Сізді ауыртса, сізді өлтірмейді. Алла сізді тәрбиелейді деп түсіну керек. Бізде керісінше ғой. Аулада өлем бітті. Жұмыс жоқ, құрылым дейді. Олай емес қой. Аллах Тағала сізге басқа жұмыс дайындап қойып жатыр. Ана жұмыстан алып, ақшасы көп. Сіз 200 мың алсаңыз, 300 мың жұмысын сіз ертең табасыз. Аллаға тек сенің мықты болсын. Сондықтан осы нәрсе біздерде, ондай нәрсе қазіргі кезде бізде өз-өзін өлтіруге апарып жатыр адамдардың ішінде. Ал өз-өзін өлтіру ол проблеманы шешпейді. Солай емес пе? Керісінше көбейтеді. Мынадай бір хадисінде пайғамбарымыздың мынай айтады: кімде-кім өзін өзі қандай бір темірмен өлтірсе дейді, пышақ болсын, мылтық болсын дейді, яғни жаһаннамда дейді, қолына темір алып, мәңгі бақи өзін түйреумен болады дейді, яғни. Ол қайталана береді дейді манағы. Аты өлтірді ма, тығып өлтірді ма, пышақ бірдеңе сөйледі, сол қайта береді. Ал кімде-кім у ішіп өлсе дейді, жаһаннам отында мәңгілік у ішумен қайталанады дейді, яғни. Бұл хадис Бухариде келді. Сондықтан бұл дүниеде қазір өліп қалған бір адамға мүмкін, бұл құтылды деп ойлау мүмкін. Солай ғой. Бірақ ақыреттік неден ол құтылған жоқ. Керісінше көбейді. Ол проблема шешіп кеткен жоқ. Проблема көбейтіп кетті. Сондықтан ондай жаман нәрседен істеу керек, біз аулақ болуымыз. Яғни келесі тағы бір хадис айтып өтейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен тарадда мин джабалин фақатала нафсаху фахуа фи нарин джаханнам." Яғни кімде-кім дейді өзін таудан тастап өлтірсе, ол жаһаннам отында өзін қайталап тастаумен азапталады дейді. Және онда мәңгілік азапта болады, яғни.
бұл деген нәрсе, яғни пойызға түсу өлсін, таудан құлау өлсін, суға құлау өлсін, ол деген нәрсе яғни азаптан құтылмайды деп тұр ғой. Біз иман келтірдік қой, или келтірмедік пе? Иман келтіргеннен кейін мұсылман адам осы нәрсе естігеннен кейін үйге барып осы хадистерді айту керек. Бір хадис болса да. Үйіңе береке кіргің келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисін болса да айт дейді, үйіңе барып. Ана шулап жүрген балдар тыңдамады деп ойлама, олардың бастары күшті тыңдайды. Осы хадисін ертең 10 күннен ұмытып кеткеннен ол саған әкеліп айтып тұрады. Балдарды күшті тыңдайды. Біз былай шулап не басып, сол отырасып қойып айтшы. Сол тыңдамай отқанның өзі тыңдайды екен олар, күшті балдар. Тез қағады екен. Сондықтан нені тыңдадың, ұмытпау үшін, өзіңе сіңіп қалу үшін айтқан уағызы бірдеңе қалса, сол қалған қалдығын айтып, қисайтпайды, апар безіткісің болды айтып, басқаша айтпасаң болды. Сол мадағы не болады екен, үйіңе береке кіргің келсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисін айтты дейді ғой. Мысалы, үйіңде күнде айқай шу, төбелес, ұрыс, күйеу қатын тыңдамайды деген сияқты болса, онда мадағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін айтты. Бірінші келіп әйелің айтуы мүмкін, сен тақуа болып кеттің ба деп. Ол кезде сен ашуланбау керексің. Шариғатта мысалға саған тиісіп атса, шариғатта сізге тиісіп өзіңнің неңе деп сен ашуланба дейді. Ашулансаң шайтанмен дос боласың. Қай уақытта ашуланасың? Алланың елшісіне және Алланың дініне тиісіп атса ашуланасың. Ол кезде жақтан бермейсің, ұйықтатып тастайсың деймін ба? Сондықтан өзіңе айтып атсаң, онда қуан дейді. Себебі сен Аллаға керек адамсың. Алла сені жақсы көреді. Сондықтан бір хадис болса да оқы. Қазақша кітаптан оқып бер. Бірінші күні даттайды, екінші күні айтады, үшінші күні тақып алдым, төртінші күні әулие болдым дейді, бесінші күні әйтеуір үйренеді ғой. Баяғыда мен ең бірінші басында сақал қойғанда айтқан, сен деген ешкі ұқсап не істепсің деп. Айтты сөйтіп. Ағайынның бәрі айтты. Сақалыңды ал деп. Саған ұнамайды дейді. Бармайды дейді. Қашан қоямын мен ананы тыңдасам қоймайтын адаммын ғой қазір. Сондықтан ол нәрсе біздерге Алла жақсы көрсін, бізге ондай сөзді айтады. Сол ағайындарың қазір қасыңда намаз оқып отыр. Оларға мән бермейсің, күлесің де қарайсың ғой, болды. Алла разы болсын деп. Сондықтан Аллах Тағала келесі аятта айтып жатыр, Юсуф сүресінде: «Уәлә тәйсәлу мир рахиллахи иннаху ла иса мир рахиллах» дейді. Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер дейді. Анда Алланың мейірімінен қарсы болған қауым тек кәпірлер ғана үміт үзеді дейді. Яғни Аллах Тағала мейірімінен кімдер? Имансыздар ғана үмітсіз, кәпірлер ғана. Ана жаққа кім барып келді екенсің дейді, болды. Олар үмітті емес қой, үмітсіз ғой. Өліп кім барып келді екен деп айтады. Алла иман келтірген жоқ. Өлгеннен кейін қалдың дейді. Солай ғой. Өлгеннен кейін тірілмейді. О дүниеде өмір жоқ дейді. Бұрынғылардың ертегілер дейді. Ал кім анағы иманның шарттарына, ақырет күніне сенбесе тірілуіне не боласың? Болдың ғой, имансыз боласың ғой. Сондықтан біздер оның өтір нүктесіне иман келтірдік па? Болды, иман келтіреміз. Иншалла қияметте сауабымызды аламыз яғни. Келесі мына аятты қарайтын болсақ, Аллах Тағала айтып отыр: «Аллази халақал маута уал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала» деген аятта. Ол сондай Аллах Тағала дейді, өлім мен өмірді сынау үшін жаратты дейді. Яғни мысалға біз өмір сүреміз ғой. Үйіңді қанша әдеміле, бәрібір өлесің. Қандай керемет машинал, ол сені тастап кетеді. Бірақ мешітке келгенде сондай ешкім керемет нәрсе алмайды. Мешіт тек молдалар мен имамдарға міндет сияқты.
Кім жәннаттың төрінде отырғысы келеді, мешіттің несін мешіт жақсы көрсін дейді. Мешіт жақсы көрген адам ол Алланың беріміне өледі. Сондықтан ол нәрсе тек қана бір имам мен молдаға емес, қызметшіге емес, ол барлық мұсылманға керек. Кім сауап алам, қияметім керек дейді, ол жасайды. Сені алданбасын дейді, ол ертең деген нәрсе сені алданбасын дейді. Ертең деген нәрсе сенде жоқ. Ертең білмейсің, тұратын тұрмайын дейді. Ана Марат деген бір жігіт береді, таныс. Мен айттым оған, сен Аллаға иман келтір, намазыңды оқы. Қазір бармыз, ертең жоқпыз. Айтты, мен ол не істеймін дейді, пенсияға шығамын дейді, оқимын дейді. Мұзбен кетіп жатқанда қыстың мұз жарылып түсіп өліп қалды. Пенсияға шығып оқыды намазды. Сол сияқты бізде де ертең деген нәрсе жоқ. Мына қазір бірдеңе істейін келіп тұрмын ба, қазір жаса. Сенде қазір мүмкіншілік бар. Ертең де сенде мүмкіншілік жоқ. Сен ол ғайып қой. Ғайыпты ешкім айта алмайды. Сондықтан кім жақсылық істегісі келеді, оны асы керек. Пайғамбар салам айтады, бәдиру би'афали салихати фатакуну кунту катқитқил лейли музлим дейді. Кім жақсылық істеуді қаласа, ол асықсын дейді. Себебі екі күннің, немесе екі түннің бірінде бұзақылық жасайтын уақыт келеді дейді. Қазір тыныштық уақыт бізде. Ертең су таситын болса, соғыс болатын болса, сіздің жақсылығыңыздың түк құны жоқ. Керек емес Аллах Тағалаға. Қазір керек сіздің жақсылығыңыз бейбітшілік уақытында. Сондықтан ол манағы осы уақытты қадірлеп жасау керек бізге. Қазір сіз 30-дасыз. Жассыз, сіздің қуатыңыз бар. Мына кісілер уже 60-та, солай ма? Ол басқа. Бұның бойы басқаша ойлайды, бұлар басқаша тұрады, басқаша зікір етеді. Сіз қазір 30, өлмейдің де ол 30 яғни. Ол дұрыс емес. Өлім жасқа қарамайды еш уақытта. Менің бір ағайындарым болды. Оларға айттым, қажылыққа барайық. Не істейік, намаз оқиық, 5 уақыт намазға жығылайық. Жаспын деп жүргенде аварияға түсіп өліп қалды. Өлім сол манағы. Бізге айтпайды ешбіреуімізге. Сондықтан ол нәрсені біздер манағыдай немқұрайлы қалап ұмытты. Дүние айтады ғой, алданбасын дейді Құран аятында. Дүние сені алдамасын дейді. Дүние бұл әзірше керек емес ол. Қазір амантай болып, сәкең болып жоқ па, өлгеннен кейін ол ешкім болсын, не болсын, кім болсын, мәйіт боласың. Өлгеннен кейін мәйіт. Сондықтан мәйіт болмай тұрып, дұрыстап, ағайын туған-туысқанмен қарқыманасы дұрыстап, ренжіткен болса кешірім сұрап, мына қазір ренжіттім, ажетке қазіргі жауап келеді. Себебі ол жігітті мені көрмей қалуы мүмкін, ол емесе ол мені көрмей қалуы мүмкін. Ертеңге қалдырмау керек. Түс қайта сұрайым, ағайыныма ертең барайын нәрсе болмайды. Себебі өлім бәрімізге ортақ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тағала баршамыздан разы болсын.